область тьмы деген кино бар ғой, сол жердегі дәрі миды қосатын, миды 120%-ға жұмыс жасататын. Сондай дәрі бар ғой негізі, сенің иммунитетіңді қалпына келтіретін, сенің бұлшықеттеріңді қалпына келтіретін, сенің миыңды 200%-ға жұмыс жасататын дәрі бар. Ол дәрінің аты ұйқы. Ұйқыны көп адам бір күн мен екінші күннің ортасындағы жай бір үзіліс ретінде қабылдайды. Негізінде ол үзілістің ішінде біздің мида қыруар жұмыс жасалады. Ол жұмыс тазарту. Ол мида ғана болмайды, бүкіл ағзада болады. Бүкіл ағзамыз тазарады. Біз бір күндіктің ішінде, 16 сағаттың ішінде, біз ағзамыздың быт-шытын шығарып тастаймыз. Сіз ұйқыға кеткен кезде ағза ұйықтамайды. Ағзаның басқа жері, мидың басқа жүйесі, парасимпатикалық жүйе деген жүйе оянады да біздің ағзамызды тазалайды, миды тазалайды. Ми ұйықтап жатқан кезде кәдімгідей шаң сүртілгендей тазаланып, бүкіл бір күннің ішінде жиналған метаболиттер, қажет емес ақпараттар, физикалық тұрғыда да, психикалық тұрғыда да бір қажет емес дүниелердің барлығы тазаланып, бүгінгі күнде алған ақпараттың барлығы полкіге, памятке, жадыға салынып, барлығы өзінің қалпына келтіріп, шаңдардың барлығы сүртіліп, реттеліп, керегі қалып, керек емесінің барлығын шыға беріске, мусорды қойып қоямыз, тура сол сияқты шыға беріске қойып қояды. Сіз таңда тұрған кезде соны шығарып тастас үшін. Сол үшін түсіну керек, ұйқы деген нәрсе сенің белсенді уақытыңмен қатар маңызды дүние. Ұйқыға немқұрайлы қарайтын адам, ол өміріне немқұрайлы қарайтын адам. Ұйқы тазару уақыты. Тазармай қалай жүресің? Душқа түспей жүре беретін болсаң, өзіңді де біртүрлі сезінесің, және айналаңдағы адамдар да қашады ғой. Тура сол сияқты ұйқысыз жүрген адамның миы да солай бықси бастайды, миы да солай қиын жұмыс жасай бастайды. Елестетші, сен бөлмеңде жан-жақтың барлығы мусор, жедің тастадың, іштің тастадың, ол бықсыды, ол сасыды. Сен сол жерде рахаттанып ұйықтай аласың ба? Әрине жоқ. Ол жерде сен денең тітіркеніп жатасың. Қызуың қанып, денең тітіркеніп жатасың. Үстіңе бір қызылшама бір бәлелер шығып кетеді. Себеп неде? Себеп мынау ластықта. Сенің ағзаңда да дәл сондай болады. Егер сен дұрыс ұйықтамайтын болсаң, ұйқыны реттемейтін болсаң, ондай болатын болса, сенің ағзаңда ластық, кір дүние деген нәрсе қалып кетеді. Ағза, мен тазалайыншы соны, жаным әшейін, ұйықташы просто деп сенен сұрап жатыр, бірақ сен ұйқыны бермей жатсың. Түсіндіре алдың ба? Ұйқының маңыздылығы өте жоғары. Ұйқыны дұрыстамаған адам, ол өмірін дұрыстауы, өмірін реттеуі мүлдем мүмкін емес. Беркли университетінде бір зерттеу жүргізілген. Сіздер білесіздер, зерттеулер, жалпы ұйқыға қатысты зерттеулер өте көп. Егер сіздер PubMedті ашып қарайтын болсаңыздар, Lancetті ашып қарайтын болсаңыздар, ол жерде сіздер бүкіл зерттеулердің барлығын таба аласыздар. Енді осындай бір зерттеу жүргізілген, екі топ адамдарды ұйқы барысына, ұйқының дұрыстығына зерттеген. Бір топ адамдар 8 сағат бір уақытта керемет бір өзінің бабымен ұйықтаған, өзінің байыбымен ұйықтаған. Екінші адамдар ұйқыны азайтқан, 4 сағат, 3 сағат ұйықтап, болмаса ұйықтамай, түнімен ұйықтамай жүргендер бар. Сол екі топ адамды ертеңгі күні бір тестілеуге кіргізген кезде, сабаққа кіргізген кезде, екінші ұйықтамаған топтың есте қалдыру, ақпаратты есте қалдыру жүйесі 40%-ға төмен жұмыс жасаған. Қараңыздар, елестетіңіздер, 2 есе төмен жұмыс жасап жатыр мидың есте қалдыру қабілеті. Ол бір-ақ күн ұйқысыздықты. Ал егер адам жүйелі түрде ұйқыны бұзатын болса, ондай болатын болса, адамның гиппокамп дейді ғой, мидың жадысы, мидың ақпарат сақтайтын жүйесі, ол өте нашарлай бастайды. Бұл жерде негізі түсінікті логика бар. Неге? Өйткені біз айттық, ми жадыны реттей бастайды ұйқының кезінде ғана. Жадыға бүкіл ақпарат структурамен, жадыға бүкіл ақпарат жүйемен тек қана ұйқы кезінде түседі. Қажеті түсіп, қажет емесінің барлығы реттеліп, сол төменгі сатыларға, жоғарыдағы сатыларға, ортадағы сатыларға, библиотекадағы барлығы реттеліп тұрады. Егер адам ұйықтамайтын болса, онда адамның ағзасы 24/7 белсенді болғандықтан жады ашылмайды. Ақпарат активный болып тұрады. Ақпарат белсенді болып жоғары жақта тұрады. Ол әшейін сенің энергияңды жұтып, өліп қалмайық деген сияқты жүйеде тұрады. Сондықтан ұйқысы бұзылған адам, оның тиімділігі, өмірдегі тиімділігі 40%-ға азайды деген сөз. Гиппокамп 40%-ға жұмысын азайтты деген сөз. Ол сен өмірдегі
тиімділігің 40% азайды деген сөз. Ал енді сен елестет, сенің өмірдегі тиімділігің 40% азаятын болса, сен 40%-ға төмен келіп тұрған берекені байқай аласың. 40%-ға төмен келіп тұрған нығмет мүмкіндіктерді байқай аласың. 100% саған келіп тұр, сен оның жартысын ғана байқай аласың, жартысын байқай алмайсың. Одан кейін сенің өміріңде құбылыстар пайда бола бастайды. Сен оның шешімін де 40%-ға төмен қабылдай бастайсың. Негізі байқасаңыздар, бүкіл зерттеулердің нәтижесінде біз түсінетін дүние, адам өзінің ағзасын 100%-ға жұмыс жасата алады. Ол қалай болады? Ұйқыға қатысты дүниелерде. Ол қалай болады? Адам негізгі қабылдау керек шешімін қабылдай алады. Ал егер ұйқысы реттенбейтін болса, ұйқысы дұрыс емес болатын болса, адам шешім қабылдай алмай жүреді. Неге? Өйткені оның миы 40%-ға баяу жұмыс жасап тұр. Ол бір-ақ күндік ұйқыға жетпегендіктен. Енді елестетші, сен апталап жүрсің, айлап жүрсің, сен жылдап жүрсің ұйқыны реттемей. Осының себебінен сенде бірінші память кетеді. Память кеткеннен кейін сенде ақпарат қабылдау жүйесі төмендейді. Ақпарат қабылдау жүйесі төмендегеннен кейін сенің рецептор деген дүние бар. Сен дәм қабылдауың, дәм сезуің, жалпы мына өмірді айқын сезініп, өмірдің әдемілігін байқап шүкір ету қабілеттеріңнің барлығы төмендей бастайды. Өйткені сенің ағзаң шаршау, сенің ағзаң ластанған, сенің ағзаң ұйқыға мұқтаж болып жатыр. Сол үшін ұйқыны реттемейінше осы өмірден бақыт аламын және бақытты сезіне аламын, жетістіктеріме жетемін деп ойлама. Мына нәрсені адам түсініп алу керек. Ұйқы, дұрыс демалыс, дұрыс ұйқы, ол сенің жұмыстағы тиімділігіңнің 50%. Егер сен дұрыс ұйықтамайтын болсаң, сәйкесінше сен жұмысты да дұрыс жасамайсың. Сондықтан мына қағиданы жаттап ал. Мен қазір ұйқысыз жұмысымның барлығын бітіріп алайын, содан кейін барып демаламын деген дүние ол өтірік. Өйткені сен демалған кезде ғана сенің жұмысың тиімді жүреді. Ал демалмайтын болсаң, ұйықтамайтын болсаң, онда сен жасайсың жұмыстың барлығы, бірақ барлығы орташа жұмыс болады. Адамға өтпейтін, қызық емес, бір сондай бір дүние болады. Тиімділік деген нәрсе сағаттың көптілігімен есептелмейді. Ол сенің зейінің қаншалықты 100% осы істе, қаншалықты сен осы істе шешім қабылдай аласың, қаншалықты сен осы істі тиянақты 110%-ға орындай аласың деген сұрақпен ғана есептеледі. Уақытпен есептелмейді. Сол себепті мына нәрсені түсін. Ұйқы реттелмейінше сенің өміріңнің барлығы реттілігі кете бастайды. Өміріңнің барлығы 40%-ға төмен жұмыс жасай бастайды. Мен қалай кіріп кеттім бұл жағдайға дейтін болсаң, бұл жерде екі себеп бар. Біріншісі, ол енді обоснованный дейді ғой, негізі бар. Біріншісі, негізі бар себеп. Енді сен қазір босанған болуы мүмкінсің, балаң әлі жас болуы мүмкін. Екінші мәселеде сенің жұмысың сондай қиын болуы мүмкін. Түнгі уақытта сені оятатын, мысалы үшін дәрігер болуы мүмкінсің, болмаса МЧС-та істейтін адам болуы мүмкінсің, болмаса сондай бір қорғау органдарында жұмыс жасайтын болсаң, сәйкесінше сенің ұйқың ол бір себепке, миссияңа, жасап жатқан жұмысыңа сай бұзылу ықтималдығы бар. Бұл жерде біз кеңес береміз, максималды түрде демалыс кездеріңде демалуға тырысыңдар деген кеңес береміз. Бұл жерде біз ұрса алмаймыз, бұл жерде біз адамның бетіне баса алмаймыз. Өйткені бұл адамдар өз қалауынсыз, бұл адамдар негізі бар дүниенің себебінен ұйқысызға кетіп бара жатыр. Енді екінші тараптағы адамдарды алайық. Өз қалауымен 90% адам өз қалауымен ұйықтамай жатқандар. Бұлар қалай жасайды ол нәрсені? Телефонның ішінде жатады. Бір қызықтан қалып кетем ба дейді. Өмірінде қозғалысы азайып кетеді. Тек жатумен айналысады. Одан кейін үрейдің ішіне кіреді, қорқыныштың ішіне кіреді, адамдармен наразылыққа кіреді, адамдармен қарым-қатынасты бұзады. Сол себептің барлығынан ойдың тыныштығы кете бастайды. Одан кейін көбінесе себеп болатын дүние ол қозғалыстың азаюы, мынау свет. Светтің өмірінде көптігі. Миға свет, эпифиз арқылы, эпифиз деген жүйе бар. Свет бар, жоқ деген нәрсеге жауап беретін. Сол арқылы миға свет кірген кезде, ей, ағза, тұрыңдар, күн шықты деп айтылады. Сенің светің 24/7 жанып тұрғаннан кейін сенің миың ойлайды, күн кетпеген екен ғой деп ойлайды. Амал жоқ, зорыққанша жүреді, зорыққан кезде ғана ұйықтайды. Сондықтан телефонды ұйқының алдында қолдану, телефонмен жалпы кешкі уақытта андай жарық светтегі телефонмен қолдану ол өте үлкен қателік. Сондықтан телефонды алып тастау керек. Сол тағы бір себептеріне кіретін нәрсе ол ыстықтық, жалпы бөлмең ыстық болатын болса, қалың көрпенің астында теріліп жататын болсаң, ол денеге дискомфорт береді. Ол жайсыздық береді. Сол жайсыздықтың себебінен де сен ұйықтай алмай қалуы мүмкінсің. Одан кейін адамның көбінесе ұйқыға кете алмау себебіне кіретін нәрсе ол спорттың өміріңде жоқтығы. Сенің просто энергияң таусылып үлгерген жоқ кешке дейін. Сен просто
просто қозғалған жоқсың. Сол себепті түнде сен вау, менде жаңа идея, менде қазір мен әлемді айырам деген сияқты энергиялар пайда болады. Ол дұрыс энергия емес, ол сенің бүгінгі күндегі энергияңды жаратпағаныңның көрсеткіші. Миың амал жоқ, сені сөйтіп тез-тез тауысып тастағысы келіп жатыр. Анау нелер болады ғой, бір ойын ойнайтын жерлерге барасың, ол сол кезде уақытың азайған кезде уже ысыраптанып барлық нәрсені шаша бастайсың, фишкілерді шашып, тез-тез барлық нәрсені 10 минуттан тез-тез ойнап, сөйтіп кетесің, уақытың азайған кезде. Тура сол сияқты мида ұйқының реттілігін бұза бастайды. Егер сен бағанағыдай өміріңде спорт болмайтын болса, ол уже сені әрдайым белсенді халде ұстап тұрады. Сол үшін осы қағидаттарды ұстан. Өзіңмен өзің өз қолыңнан өзіңе ауру тіленіп алма. Өз қолыңнан өзіңе бақытсыздық тіленіп алма. Ұйқыны реттеу үшін телефонды алып таста. Енді ұйқыны реттеу үшін не істейміз? Енді ұйқыны реттеу үшін өз қолыңмен өз өміріңе бақытсыздық тілеп алма. Ұйқыны ретте. Ұйқыны реттеу үшін мына 4 қағидатты ұстану керек. Ең бірінші қағидат ол қозғалыс көп болу керек. Физикалық қозғалыс аз болатын болса өміріңде, сәйкесінше сенің ұйқыңда нашар болады. Бұл жерде қозғалысқа дұрыс кіру керек. Сенде витаминдер, минералдар барлығы өте жүйелі түрде жұмыс жасау керек. Мысалы үшін сенің ағзаңдағы магнийдің көлемі, сенің ағзаңдағы витамин D-ның көлемі, сенің ағзаңдағы темірдің көлемі, ферритиннің көлемі және фолиевая кислота дейді, фолий қышқылы. Соның көлемін тексерт міндетті түрде. Осының барлығын тексертіп болғаннан кейін сен түсінесің қаншалықты ағзаңда сенің қазір өзінің қалпына келуіне ресурстар жеткілікті екенін түсінесің. Осының барлығын тексер, аз болатын болса өзінің қалпына келтір және спортпен айналыс. Екінші қағидат ол ұйқының алдында тамақ ішпе. Жаным-ау, енді ұйқыға кетіп баратқан миға сен енді қорт мынаны деп тағы да бір тамақсап жіберетін болсаң, ол қиналып қалады. Ол жағдайда сен ұйықтап қалған күннің өзінде де сен ұйықтап қалған жоқсың, сен талып қалдың, өйткені сенің денең зорықты, амал жоқтан ми өшуге мұқтаж болды, өшуге сондай бір мәжбүрлі болды. Сен ол уақытта ешқандай ұйқының ішінде болу керек процестер болып жатқан жоқ. Ол кезде сенің ағзаң тамақ қорытумен айналысып жатыр. Сен тазалаумен емес, ары қарай әбетте жасаған жұмысын жалғастырып жатыр. Бірақ сенің көзің жұмылып тұр. Сондықтан ұйқының алдында тамақ ішпеуге тырыс. Әрине, кейде болып қалады, той болып қалады, тағы бір нәрсе болып қалады. Радикалды қабылдама. Кейде деген нәрсе ол сенің ағзаңа зиянын тигізбейді. Біз реттілікпен күнделікті жасалатын дүниеге көңіл аударамыз. Сол үшін күнделікті ұйқының алдында минимум 4 сағат бұрын тамақ ішпе. Үшінші қағидат ол бөлменің қараңғылығы. Бөлме қараңғы болсын, көзіңе мынандай маскалар киіп, сондай киіп жат. Өйткені бағанағы жоғарыда айтып өткендей, свет түскен кезде ми оянайық дейді. Сондықтан светтің түсірмеуін қадағала. Телефон ол ең ауыр свет біздің ми үшін. Сол үшін телефонды вообще алып тастап 1 сағат бұрын вообще жолатпа телефонды. Андай амал жоқ, қарау керек болатын болса, қап-қараңғы қылып жібер телефонды. Свет вообще көрінбейтіндей болсын. Сол кезде сенің миың бағанағыдай тынығуға дайын болады. 4-ші қағидат ол бөлменің салқындығы. Бөлме жатқан жерің салқын болу керек. Салқын болмайтын болса, ағза жайсыздыққа кіреді де ұйқысы реттелмейді. Міне, осы 4 базалық қағидатты сен сақтайтын болсаң, және ең маңызды нәрсе. Бұның барлығын сақтаған күннің өзінде де, енді бұл қағидатымыз, бұл заң деп айтайықшы, ең маңызды ұйқының заңдылығын алатын болсақ, сен жұмысқа қаншада барасың деген сұрақ. 9-да барасың, 6-да қайтасың. Сен жұмыс жасаған кезде, мысалы үшін сен спортқа барған кезде қаншада барасың? Спортта жасаған кезде қанша уақыт жасайсың? Сен тамақ ішкен кезде обедті қай уақытта ішесің? Сен ужин ішкен кезде ужинді қай уақытта ішесің? Мамаң жұмыстан қаншада келеді? Көрдің ба? Барлық нәрсенің өзінің уақытысы бар. Сенің миың тынығады, егер барлық нәрсе өзінің уақытысымен, жүйесімен жүретін болса. Сол сияқты біздің ұйқы да өзінің уақытысымен болу керек. Ол түнде болу керек, бірінші қағидат. Мақұл түнде болмаған жағдайда да ол бір уақытта болу керек. Сен таңғы 3-те жатып, күніге сағат таңғы 11-де тұратын болсаң, ондай болатын болса да, бірақ мынау күніге сақталатын болса, ұйқы өзінің жұмысын атқарады. Әрине қиындайды, әрине ол 100% сағат 9-да жатып, таңғы 4-те тұрғанмен бірдей болмайды, ол екеуін салыстырмайсың, бірақ ол өзінің жұмысын атқарады. 60-70-80%-ға дейін өзінің жұмысын атқарады. Ең идеалды вариант ол біздің Азамат Скаковтың варианты, сағат 9-да ұйықтап қалып, сағат таңғы 4-те тұрып, одан кейін спортқа кету деген сияқты вариант. Бірақ енді 4-те өйткені намаз бар, ары қарай намаздан кейін уже өміріңді жалғастырып кету. Егер ондай мүмкіншілік болмай жатса, жұмысың түнде болатын болса, онда бір уақытта ұйықтауды ретте. Бір уақытта.
Күніге 3-те жатасың ба таңғы, күніге 3-те жат. Бүгін 3-те, ертең 10-да, ары күні 5-те жату болмасын. Өйткені именно осы бұзады біздің өмірлік циклымызды, ритмдарымыздың барлығын осы нәрсе бұзады. Ал енді нәтижелейтін болсақ, тұжырымына шығатын болсақ, біз жеңісті дисциплинаның нәтижесінде болатынын білеміз. Дисциплина деген нәрсе ол ең бірінші ұйқыдан басталады. Дисциплина деген нәрсе таңнан кешке шейін қағазбен бір нәрсе істеу ғана емес. Дисциплина деген нәрсе бір уақытта ұйықтап, бір уақытта ояну. Бүкіл байлардың барлығы, миллиардерлердің барлығы осы қағидатты өте жақсы біледі. Олар өзінің ұйқысын ешқандай нәрсеге, бір экстра жағдай болмаса, ешқандай нәрсеге айырбастамайды. Сен өз ұйқыңды айырбастап жүрген себебің, өйткені сен оның құндылығын түсінбей жатсың. Осы видеодан кейін құндылығын түсіндің деген ниеттемін, бүгіннен бастап ұйқыңды ретте.